Сәлем оқырман, біз бүгін үй жағдайында жасалатын пельменнен сорпа жасаймыз. Алдымен біз қамырын дайындап алуымыз керек. Қамырын дайындау үшін барлық ингредиенттерді весыйдан өлшеп аламыз. Барлық заттардың мөлшерлерін описаниеда қалдыратын боламын. Алдымен тұз, оған сұйық май және оған қайнап тұрған суды қосып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластыратын боламыз. Жақсылап барлығын араластырып алуымыз қажет. Одан кейін қайнаған судың үстіне бір жұмыртқаны қосып, тез-тезден бірден араластырып алуымыз қажет. Әйтпесе біздің жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін, сондықтан барынша тездетіп араластырғандарыңыз жақсы. Және оның үстіне 1 килограмм ұнымызды барлығын бірден салып жібереміз. Барлығын бірден саламыз, ешқандай оның үстіне артық ұнды қоспаймыз. Тек солай илеп аламыз. Суымыз, қамырымыз ыссы болғаннан кейін басында венчикпен араластырып алсаңыз болады. Одан кейін қолыңызбен илей берсеңіз болады. Қамырымыз дайын болған кезде оны пакетикке салып, кішкене 1 сағатқа қойып тындырып аламыз. Қамырымыз тынып дайын болғанша біз фаршымызды дайындап алдық. Фаршымызға 500 грамм фарш және 500 грамм жуаны қосып, жақсылап ұсақтап турап, араластырып, тұзын бұрышын қосып дайындап қойдық. Міне, сол аралықта біздің қамырымыз жақсы жылтырап, әдемі қамыр болып шықты. Орысша айтқанда эластичный қамыр болып шықты. Тағы да бір қайтара басып, илеп аламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз әдемі, жылтырақ, иіні қанған, сондай әдемі қамыр шықты. Осылай тең бөліктерге бөліп, қамырымызды жазуға дайындаймыз. Ешқандай артық ұнсыз, тек сол 1 килограмм ұнды бірден қосып, сол бойда осындай әдемі біздің тестіміз шығады. Басқа ештен қоспайсыздар, 1 килограмм 100, 1 килограмм 200 деп қоспайсыздар. Осылай шетінен ұстап, тек жая бересіздер. Арасына ұн сепсеңіздер болады, бірақ көп сеппеңіздер, тек қана бас жағында сепсеңіз, соңғы жағында сеппесеңіздер де болады. Қамырымыз өте әдемі болып жайылатын болады. Қатты қалыңдықта емес, жұқада емес, орташа қылып біз пельмендерге арналған қамырымызды жаямыз. Қамырды жайғанда тек қана екі жағын ғана баса отырып, осылай әр жағына бір қойып, осылай жая берсеңіздер болады. Видеодағыдай сонда оңай тез жайылатын болады. Қамырымыз өз-өзіне ешқандай жабыспайды, осындай әдемі қамыр болып шығады. Қамырды жайып болғаннан кейін қамырымызды екіге бүктеп, осылай үстінен тағы да бір қайтар жайып шығамыз. Қамырымыз жабыспайтын болады, ешқандай қорықпасаңыздар да болады. Енді осы қамырдың бетіне пельменнің формасын келтіріп, кез келген ыдыспен немесе пельменге арналған формамен осылай дөңгелектеп алсаңыздар болады. Енді пельмендерімізді жасауға кірісеміз. Және біздің жаңа дөңгелектеп алған қамырымызды ортасын ашып, бөліктерге бөліп орналастырамыз және ортасына салмасын саламыз. Яғни мана біз дайындаған фаршымызды салатын боламыз. Видеодағыдай қылып бүгесіздер, екі жағын бүктеп және екі шетін бір-біріне қосып, осындай біз пельмен шығарамыз. Кезек бәрін бірдей қылып формада кескендіктен біздің пельмендеріміз әртүрлі емес, бір-бірдей болып әдемі болып шығатын болады. Бұл пельмендерімізді бірден пісіріп алсаңыздар да болады, немесе морозильникке салып, қатырып, заморозка жасап, кез келген күні, ұнаған сорпа ішкіңіз келген күні пісіріп алсаңыздар болады. Енді біз сорпамызды пісіруге кірісеміз. Алдымен табаны қыздырып, май құйып, оған сәбіз, жуа қосып, жақсылап қуырып аламыз. Сәбіз қосқан себебім біздің сорпамызға түс беру үшін, яғни томат қоспаймын, сәбіздің түсі шығу үшін осылай қуырып аламын. Және оның үстіне картопты да қосып, жақсылап қуырып алатын боламын. Картопымыз піскенше тағы да пісіретін боламыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз салып, тағы да бір араластырып алатын боламыз. Енді картопымыз пісті-ау деген кезде қайнаған суымызды үстіне құямыз. Осылай тағы да бір қайнатып аламыз. Кішкене қайнағаннан кейін үстіне манағы дайындаған пельмендерімізді салып пісіріп алсаңыз болады. Пельменнің пісу уақыты 15 минутта пісіп шығады. Өте дәмді болып шығады. Дүкеннің пельмендеріне қарағанда өте керемет дәмді болып шығады. Еті де мол ішінде, қолдың фаршы бәрі өте дәмді болып шығады. 15 минуттан кейін біздің пельмендеріміз дайын болды.
өте керемет дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Түсі де сәбіздің түсін осылай мен шығарып аламын. Сонда біздің сорпамыз әдемі дәмді болып көрінеді. Ас болсын, сіздермен бірге салтанат.